жылғы, ағымдағы жылы көгалдандыру басталу уақыты сәуір айынан басталады. Қала бойынша жоспар бізде бірінші адамдар көп жиналатын жер, демалатын, яғни олар саябақтар, скверлер, алаңшалар және орталық көшедегі бұған қоса қалған жұмыстар трасса А27, Атырау-Астрахань, трасса А28, Атырау-Орал және Атырау-Доссор тасжолдарында кезең-кезеңмен жүргізіледі. Атырау облысы әкімдікпен бекітілген 2021-2025 жылдары өңірлік жоспарына сәйкес 2025 жылы Атырау қаласында 50 мың ағаш егілу жоспарлануда. Каспийдормстрой мердігер мекемесімен Атырау қаласында 20 мың сызықтық метр бұталар, 183 мың шаршы метр көгал жамылғысы және 11 мың шаршы метр әртүрлі бір жылдық, көп жылдық гүлзарлар егілу жоспарланды.